Қара құлақ. Ертеде сыр өнер асқан ер жүрек мерген деген аңшы болыпты. Өзі епшіл алғыр қандай аң болса да ізіне қарап жайылған жусантын. Желдер мен су ішетін суаттың айыра береді екен. Сол мерген бір биік жапырағы қалың торағынға шығып аңдарды сатқа келетін жолын аңдып отырады. Бір кезде төңірегіне жалтақтай қара бауыр қояндай секектеген топ-топ киік құрылған бұлағынан түлкі қарсақ. Қасқыр басқа да аң өтіп жатыр, ешкім мерген сезбейді. Бір уақытта екі құлағы қап-қара, құйрығына үш дөңгелек құрық жап-жапырақ бір кіржек аң келе жатыр. Бұр аңды мерген қанша аңшылық етіп жүрсе де бұрын көрмеген екен. Аң келе жатып жан-жағына, жерге, аспанға қадағын қарап қояды. Мерген де сыр бермей аңдап отыра береді. Аң мергенге жақын келіп адамның иісін сезеді де ағаштың түбіне тікіресінен отыра қалады. Екпе деп сақтырық сақпа ақырып жібереді де терісі айналып құйрығымен мерген көзден атады. Мерген де атып үлгереді. Қара құлақтың атқан мерген бір қарыстай жетпей ағаштың бұтағына тиіп күйірден жібереді. Қара құлақтың құйрығы мен атқан заһар екен. Мергенбайдың оғы қара құлақтың жүрегіне тиіпті. Терісі өте бағалы аң екен. Сойса құйрығы кәдімгі жаз екен. Содан қайтып мерген бұл аңды тұқымын кездестірмепті.